Төле би бабамыздың керемет жақсы сөзі бар. Менің халқыңа әділ бол, дұшпаныңа қатал бол, досыңа адал бол. Осы принципті сақтай білуіміз керек. Тіліңізден, діліңізден, дініңізден айырылсаңыз, сізде онда ұрық та жоқ. Яғни өзіңнің ұлтыңның бойындағы қайсарлық та, ұрық та, әдет те, ғұрып та болмайды. Дүниедегі ең таусылмайтын байлық тіл. Екіншіден, сіз қанша тіл білсеңіз, сонша ұлттың өкілісіз. Вот мен енді өзге ұлттың арасында жүрмін ғой, олар маған айтады: "Что вы с утра до вечера говорите казахский язык? Они же сами не хотят этого языка, они сами не учатся." Мына ауылдан шыққан бала мен қалада өскен баланың арасында Алатау мен Қаратаудай айырмашылық бар. Білім әлемдік болу керек, тәрбие ұлттық болу керек. Қазақ еш уақытта бала шағасының көзінше әйел мен ер адам мен сөйлеспеген, ұрыспаған. Қайырлы күн, құрметті көрермен, эфирде Ақ пен Қара бағдарламасы. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы тіл жанашыры, Парасат және Достық орденінің иегерлері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Асыл Осман апамыз келіп отыр. Қош келдіңіз апа студиямызға. Рахмет жаным. Жағдайыңыз қалай? Шүкіршілік, аманшылық. Ел аман болса, мен аманмын. Керемет. Сол үшін қазақ барда бармын деп кітап жазған. Керемет. Жалпы сізді Қазақстандағы нөмірі бірінші тіл жанашыры деп айтуға болады. Тіпті қазақтың өзі сіз секілді тілге бәрінің жаны аша бермейді. Сіздің әрбір сөзіңіз кейбір қазақтарға ұран болып, қазақтың нанын жегендерде тілін үйренсін деген қанатты сөздеріңіз бар. Оным да бар. Қазақтың наны тәтті де, тілі ашты ма дегенде. Жалпы бүгінгі күні тіл мәртебесі өз деңгейіне жетті ма? Қалай ойлайсыз? Жоқ жаным, тіл туралы айтылып жатқан дүниеде басшымыз да, қосшымыз да айтып жатқанымыз көп. Бірақ сол өз дәрежесінде осы уақытқа шейін өзінің тұғырына қонбай отыр. Ал оның ең негізгі себебі біз айтуымыз барда сөзіміз бенен ісіміз сай үйлеспей тұр. Ол тілдің өзінің тұғырына қонбауының ең негізгі несі, себебі менің өзімнің түсінігімде тілдің қажеттілігін арттырмаймыз. Тілге сұраныс жоқ, тілге талап жоқ. Сөнен кейін баратта, ондай болғаннан кейін жұртта ниет те жоқ. Сіз балаңызды шетелге оқуға жібересіз. Ең қиын тіл хинди тілі менен Қытай тілі. Бірақ сіздің балаңыз сол тілді бір-ақ жылда меңгереді. Сөйтеді, ана мұғалімнің аузынан шыққан сөзді конспект етіп жазуға дәрежесіне көтеріледі. Ал менің елімде осы жерде туып, осы жерде өсіп, осы қазақтың топырағын басып, суын ішіп, ауасын жұтып жүрген жанның барлығы бұл тілді қолданбайды. Сол қолданбағаннан кейін ол осындай жағдай болып тұр. Ал қолданбағаннан кейін, сізден сұрап жатқан адам болмағаннан кейін, біреу сізге талап қоймағаннан кейін, сүнген сізде де ондай ниет жоқ. Өйткені сізді қызметке аларда қазақтың тілін сұрамайды. Қазір енді шүкір Аллаға әйтеуір, ана сырттан келгенде қазақ тілді білмесе, азаматтықты бермейді дегенде, сонысына мен сондай риза болып тұрмын. Жақсылығымызды айтуымызға болады. Ал мысалы, Қытай мен хинди тілін меңгерген бала не үшін ол меңгерді? Өйткені ана бала, егер ол тілді білмесе, ертең оқи алмайды, ертең қызмет істей алмайды. Ал содан кейін ана мұғалімнің талабы бар, сұранысы бар сондықтан. Енді біздің елде сізге қажеттілігін арттырмасақ, сұранысы болмаса, талап қойылмаса, содан кейін ниет те жоқ. Ал ниет деген ең бірінші орында тұру керек. Ол үшін адамда қазақ баяғыда айтқан дана ғой қазақ, әрбір сөзінің керемет. Малымды алсаң ал, ниетімді алма деген. Соның талап болмағаннан кейін қажеттілігін арттырмаймыз. Қазақтың тілі ешкімге керек жоқ. Ол қазақтың тілі болғандығынан емес және. Қазақтың өзі осы байтақ даланың иесі киесі болғаннан кейін қазақтың тілі мемлекеттік тіл болып
болып отыр да, сонан кейін ол тіл барша Қазақстанның топырағын басып, суын ішіп жүрген адамның бәріне ортақ. Ал тіл ортақ болмай, қоғам еш уақытта топтаспайды. Тіл ортақ болуымыз керек. Осы тұрғыдан келгенде бірлік те, тұтастық та болу тіліңізден, діліңізден, дініңізден осы бірлік болу керек. Қазір тәуелсіз елміз 30 жылдан асып кетті. Сонан кейінгі енді мына 30 жыл өзімізді өзіміз алдап келсек те, енді ашықтық, әділеттілік болу керек қой. Президентіміз әділетті Қазақстан деді. Мен оған құба құптаймын. Сол әділетті Қазақстанға шынайы әділетті болуымыз керек. Төле би бабамыздың керемет жақсы сөзі бар. Ненің халқыңа әділ бол, дұшпаныңа қатал бол, досыңа адал бол. Осы принципті сақтай білуіміз керек. Президентіміз айтып жатыр ғой, әділетті Қазақстан, әділетті болуымыз керек. Сонан кейін адал болуымыз керек. Адал азамат деп ана құрылтайларда айтып жатыр. Солардың бәрін айтылған сөзбенен ісіміз сай келу керек. Сонда ғана шын мәнінде дұрыс әділетті мемлекет боламыз, ашықтық болу керек. Енді ең негізгі тілге келетін болсақ, бүгінгі таңдағы енді ілгерілеуіміз бар, мойынсынуымыз бар, толық мойындамай отырмыз. Енді ауада бұлт бар, Құдайдан үміт бар, үміткермін, қазақтың тілі өзінің тұғырына қонады деген. Бірақ оған егер осы қалыппен кететін болса, онда немес. Қазіргі бүгінгі қойылған талапты орындайтындай болуымыз керек. Жақсы. Сонда ғана тіліміз өзінің тұғырына қонады. Керемет айттыңыз ғой, жаңа қазақтың баласы шетелге оқуға барған кезде сол бармастан бұрын сол елдің тілін үйренеді. Қазақ тілін білмей тұрса да, мысалы. Сөзіңізге тұздық болсын, бір өзім Петропавл қаласынанмын. Сол жерде бір әріптесім бір оқиғаның куәсі болыпты. Үндістаннан жаңағы студенттер келген, медицина факультетіне түсуге. Сол Үндістанның 5-6 баласы дүкенге кіреді. Дүкенге кіріп, бұл Қазақстан ғой деп, оларды тілін кішкене үйренген шығар. Дүкенге кіріп, дүкеншіден нан, су, сүт, май беріңізші демей ме қазақ тілінде, Үндістанның азаматтары. Осылар бар ма деп сұраған кезде, сатушы қазақ кісі да ес деп айтады дейді. Міне көрдіңіз бе? Мына тәуелсіздікті алғашқы алған жылдардың кезінде де Түркиядан басқа жалған келген адамдар бір дегеннен қазақ тіліне үйренгісі сөйткен. Ал енді менің қазағымның өзі қазақша сөйлемегеннен кейін барды да, олар да сол орысшаға көшті. Біз көп нәрсе өзімізден бастауымыз керек деп. Енді бұрын мен қазаққа тиіспейтінім үшін осы күнде қазағыма тиісем, өйткені топырақтың иесі болғаннан кейін алдымен өзі жақсы ие болу керек. Қазақтың өзі жақсы меңгеретін болса, кім оған қой дейді. Мен мысалы әрбір жиында да барлық жерде қазақша сөйлеймін. Ал енді біреу маған айтып көрсінші, сен жоқ басқа тілде сөйле деп. Ал мен орысша сөйлесем, менің қазағым айтады, сені де сындырып апты ғой мына орысшаңды деп сөйтеді. Мен сондықтан намысыма тырысам да, елімнің шын мәнінде осы Қазақстанның толыққанды азаматы болу үшін мен ұлттың жаны, рухының үні, ең құнды дүниесінің алтын қоймасы тіл болғаннан кейін осы тілді білуіміз керек. Тілді кезінде мақалада жазғам, тіл ортақ болмай қоғам топтаспайды деген. Бәрі тілге байланысты. Толстойдың керемет жақсы сөзі бар. Келеңсіздіктің бәрін жеңетін түсіністік. Ал түсіністікті сіз немен жеткізесіз? Тіліңізбен жеткізесіз. Көмейдегі сөзбенен таңдайдағы тіл ғана. Ана деген сөзге тілі келмеген, ана болып жарытпайды қыз балаң. Сүйем деген сөзге тілі келмеген, сүйіктің болып жарытпайды ол балаң. Менің қазағым әрқайсысы осыны өзінің көкейіне қондырып, ұлына, қызына жөнді өзінің анасының тілімен. Неге қазақ бұрынғы бесіктің жыры менен, ананың әлдейі менен, ақ сүтімен баланың бойына дариды. Егер баланы сол кезде жөндік өзінің ұлттық рухта тәрбиелемесеңіз, ол бала сізден ондай нәрсе не қылмайды, бойына дармайды. Ал енді тілді білмесеңіз, сіздің бойыңызда ұлттық рух болмайды. Ұлттық рух болу керек. Ең күшті нәрсе рух. Міне, тіліңізден, діліңізден, дініңізден айырылсаңыз, сізде онда рух та жоқ. Яғни, өзіңнің ұлтыңның бойындағы қайсарлық та, рух та, әдет те, ғұрып та болмайды. Қазақ айтады, сонан кейін, ол қызыңа әдеп үйрет, тәлім тәрбие бер,
сонда ғана өмір оған күлімдер дейді. Шен балаңның осы қоғамда жүзі жарқын болу үшін сен отбасыңнан, бесіктің жыры менен, ананың ақ сүті менен балаңа жақсылап тәрбие бер. Сол тәрбиең арқылы бала ұлтыңның бойындағы адами асыл қасиетті бала өзінің бала бойына сіңдіреді. Оның жүрегіне ұялатады. Неге біз қазақтың аталы сөздерін сол балаларымызға айтып, соларға ұғындырмаймыз жаным? Міне осындайдан келеңсіздіктердің осылай дүниенің осылай болып тұр. Қазақты бәрі де жақсы не қылады. Бұрын бір келген кісі де бар еді, саяхатшы. Сол айтқан, мен 44 мемлекетті араладым, бірде-бір мемлекетте көрген жоқпын. Дәл Қазақстандағыдай өзінің мемлекеттік тіліне, ана тіліне көңіл бөлмегенді деп сөйтіп айтып кеткен. Өз тілінде сөйлемейтін бір мемлекетті көрдім деген. Мен ондайда шын намыстанамын сондай. Ал неге біз бәріміз солай етпейміз? Оның барлығы сол талаптың жоқтығынан. Керемет айттыңыз ғой. Бұрынғы, мысалы, қазіргі 50-дегі 60-дағы ағаларымызды, тіл білмейтін ағаларымызды сұрасақ, не үшін білмейсіз десек, олар айттың бір себебі бар. Біз Кеңес одағында өстік, Кеңестің орыстың тәрбиесін алдық, орыс тілінде сөйледік, орыс тілінде оқыдық, соның үшін тілімізді білмейміз. Ал қазіргі оның балалары, мысалы, 20-30-дағы балалар, тәуелсіздік кезінде туылған балалар, университет студенттері, мектеп оқушылары қазіргі жап-жас. Олар да білмейді ғой тіпті. Сонда тіл, сіз айтқанша, тәрбиеден келіп тұр ғой негізі. Көрдіңіз бе? Идеология жаным. Кеңес үкіметінің кезінде, біз де Кеңес үкіметінің кезі болдық. Өзге союздың басқа 15 союзный республика болды ғой. Оларда да болды. Бірақ дәл Қазақстандықтай болған жоқ. Неге? Мысалы, Түркменстанның болсын, Өзбекстанның болсын, Әзірбайжан болсын, түркі тілде, Қырғызда бізден ары-бері болып тұр. Олардың бәрінде өздерінің ұлттық, өзбекті қараңызшы, қандай әдетінде, ғұрпында бәрінде сақтап келді. Олар орысша сөйлегенде жауап бермейтіндей сондай жағдай еді. Мақұл, мен Кеңес үкіметінің кезіндегі талап сондай болды. Орыс тілін білмесең нан тауып жей алмайтын болды. Бірақ енді міне тәуелсіз ел болған кезде мен қазақ халқын ешбір ұлтпенен салыстыра алмаймын. Қазақтың өзінің тұла бойы тұнып тұрған кісілікке толы жаным. Жан дүниесі дархан. Сондықтан айтам, жеті атасын жетік білетін, қаны да, жәні де таза, тумасынан таза, арамдықтан ада, қиянаттан шет, ешкімді бөлмейтін, жармайтын, жатсынбайтын бір ұлт болса, ол қазақ ұлт. Осыншама ұлттың өкілін Қазақстанға алып келіп тоғытқанда қазақ қабақ шытқан жоқ қой. Мақұл, енді ол кездегі сондай идеология, саясат солай болды. Дұрыс, қазақ өзінің тілінен де көр, орыс тілін жақсы меңгерді. Бірақ енді тәуелсіз ел болғаннан кейін біздегі ар намыс қайда? Ұлттық рух қайда? Ұлтымыздың ол кездерде қайта үлкен кісілер бар еді, бірақ не болғаннан кейін ашып айта алмады. Ал бүгінгі таңда енді 30 жылдан бері қарай өзіміздің тәлім тәрбиемізге келер еді ғой. Сонда да жалтақтап орысқа қарадық та, енді орыстың тілін білме деп жатқан жоқпын жаным. Тілдің бәрін білу керек. Дүниедегі ең таусылмайтын байлық тіл. Екіншіден, сіз қанша тіл білсеңіз, сонша ұлттың өкілісіз. Абайдың өзінің айтқаны бар, өзге тілді білу арқылы сіз сол тілменен тең боласыз, сол ұлтпенен тең боласыз, өзіңізді тең санайсыз, еркін меңгересіз. Бірақ алдыменен қалай болған күндеді тұрған еліңнің тілі. Мен ана тілі деген бар, мемлекеттің тілі деген бар. Ана тілі әркімнің өз үшін керек жаным. Өзінің, ал енді Қазақстанда ондай еркіндікті берген ғой. Әркім өзінің ана тілінде оқиды, ана тілінде жазады, ана тілінде. Қараңыздаршы, әрбір ұлттың өкілі өздерінің той думанын қай тілде өткізеді? Өз тілінде. Өз тілінде өткізеді. А менің қазағым неге өйтпейді деймін. Міне, бұл ана тілі әркімнің өз үшін керек. Ол сондықтан алдыменен өзіңнің ана тіліңді сақтай біліңіз керек. Содан кейінгі мемлекеттің тілі бар. Мемлекеттің тілі бұл жалқы ұғым, жалқы есім. Мемлекеттің тілі, қазақтың тілі, ол Қазақстанның барлығына ортақ. Тек қазаққа ғана емес, қазаққа екі түрлі міндет атқарады.
міндет жүктейді. Бірінші ана тілі ретінде, екінші мемлекеттің тілі ретінде. Қайта қазақ өзгеден гөрі осы мемлекеттің тілін өзі иесі болғаннан кейін, өзінің ана тілі болғаннан кейін, алдымен сол өзі білу керек. Одан кейін енді басқа ұлттыққа да сондай талап қоя білуіміз керек. Біреуді желкелемеді, ұрыспады. Осы елде тұрсың ба? Басқа мемлекеттерменен салыстырмаймыз ба? Осы елде тұрғаннан кейін, осы елдің мемлекеттің тілін білу керек дегенде талап қоя білуіміз керек, кішкене сұрауымыз керек. Оны сұрамағаннан кейін ненің? Вот мен енді өзге ұлттың арасында жүрмін ғой. Олар маған айтады: "Что вы с утра до вечера говорите казахский язык? Они же сами не хотят этого языка. Они сами не учатся. Они, смотрите, дети где учатся?" Шетелге қарай жүгіреміз. Ал енді шетелге барған балада, егер ол қазақтың тілін білмесе, қазақтың әдет ғұрпын салтын білмесе, ол ана жерге шетелге барады. Шетелдегі өзінің ортасы барлығы басқаша. Қайдан не қылады, қайдан біледі, қайдан қазақтың жәнін түсінеді, қазақтың жәнін түсінемейді. Адамды ең басты тәрбиенің ошағы да, білімнің де, ана тілдің де бәрінің ошағы отбасы болу керек. Отбасы демейміз, жанұя дейміз. Қай қазақ мына байтақ даланың жерде кездескен кезінде жанұяден сұрап қазақ бар ма ондай? Бұрынғы қазақ. Олар отбасын, ошақ-қасың аман ба деп солай не қылады. А сол отбасы ошақ-қасынан сөйден кейінге мектеп пенен ата-ананың арасында тығыз байланыс болу керек. Ата-ана жақсы баласына тәрбие беріп, тілдің қалауы керек. Соның баланың жан дүниесіне ұялату керек. Жұдырықтай жүрегінің төрінен орын алатындай. Сөнеге ол мектепте соны жетілдіру керек. Жоғарғы оқу орындарында соны қалыптастыру керек. Сөнен кейінгі біздегі жетіспей жатқан бір нәрсе, отбасымызда жөнді бермей жатырмыз, мектептерде жөнді талап жоқ, жетілдірмейміз, орта қалыптастырмаймыз. Себебі бір өзгенің көңіліне қараймыз, өзімізге қарамаймыз. Бір өзге ұлт отырса, соны біз орысша сөйлейміз. Неге қайта қазақша сөйлеп, ананда өзіміздің қатарымызға қоспаймыз? Міне осындай келеңсіздіктер бар. Қазіргі менің түсінігімде ең негізгі күшті отбасына салу керек. Тәрбиеге салу керек. Тәрбиені бірінші орынға қоюымыз керек. Тәрбие, дұрыс тәрбие жаман жолдан сізді дұрыс жолға баулайды. Ең негізгі бұнда тәрбие. Әсіресе бүгінгі тәрбие болу керек. Ол тәрбие кішкене қаталдық та керек, сұраныс та керек, талап та керек. Осы жағдайға келгенде қазақ не дейді? Ұлт тірегі ұрпақ дейді. Тәрбие тіні қыз дейді. Осы жағдайға келген кезде қыздарымызға нағыз қазақтың бойындағы ата бабамыздан келген әдетімізді, ғұрпымызды, салтымызды соған баулуымыз керек, үйретуіміз керек. Ана дегеннің өзінің баласын дауға дәру, жауға қару, ынтымаққа дәнекер, бірлікті бекемдейтін бір сондай еңбекке баулу керек. Қазіргі біздің тәрбие де жоқ. Еңбекке баулмаймыз. Мына ауылдан шыққан бала мен қалада өскен баланың арасында Алатау мен Қаратаудай айырмашылық бар. Ауылдан шыққан бала еңбекке баулып келді. Мына қаладағылар дайын асқа тік қасық болып өскен. Мен ауылда өстім. Жаным, мен анасыз өстім. Анамыз кішкентай кезде, бірақ әкеміз 3 ұл 3 қыз едік. Бәрімізді әкеміз үйленбей тәрбиеледі. Сөнеген көрші қолаңның қайты бізге көп кемейді айтып кежешке дейтін солар. Сонда менің әкем бізге бейтетін. Далада қазақша сөйлесіңдер. Үйде өз тілдеріңде сөйлеңдер, әзірбайжанша сөйлеңдер. Енді ол қазақтың тілін жек көргендіктен емес жаным. Ол бізге айтады: ана келім кетіп бар, сөнеген сендер анасыз өсіп тұрсыңдар. Басқа әзірбайжандар маған айтады, мына балаларына жөнді тәрбие бермеген. Сол үшін сендер далада. Ана әкеміздің көзінше әзірбайжанша сөйлейміз. Сыртта әкеміз жоқта қазақша сөйлесеміз. Ол бір жағы менің еліме, жеріме деген сыйым, құрметім. Ал әкемнікі әкелік, аналық тәрбие оныңкі бізге. Ал неге бүгінгі қазағым менің
өз елінде, өз жерінде отырып, өзінің баласына, өзінің ана тілінде, өзінің ата бабасынан келген әдетін, ғұрпын, салтын үйретпейді. Неге қазақтың осы ұлыларының аталы сөзін балаларына жеткізбейді? Бостан босқа айтып тұр ма қазақ? Ненің ұлт тірегі ұрпақ деп. Ал енді ұлтқа, ұрпағыңа жөндеп тәрбие бермесең, ұлтқа қалай тірек болады ол жаным? Ал енді қыз ненің тәрбие тіні қыз дейді. Ал тіні енді түбі негізі дегені ғой. Ал енді сондай болатын болса, қызына неге қыздық тәрбие бермейді? Ұлды ұл ретінде. Қазақ 5 жасқа келген баласын атқа мінгізіп үйреткен, сол баланы ұл дүниеге ұл келді деп те айтпайды, ат ұстар келді дейді. Ал енді соның барлығының тәрбиелік мәні бар ғой. Ал неге бүгінгі таңда қолданбаймыз соны? Деймін мен де, содан барып не қылам? Енді ол артық айтып жатсам, мен халқымнан кешірім сұраймын, бірақ мен өзімнің түсінігімде артық емес, көргенімді, білгенімді айтпасам, маған да күнә болады. Жақсы, рахмет. Осы отбасы тәрбие деп отырсыз, иә? Мысалы, бұрынғы кездері үлкен кісілер талақ деген сөзді айтқызбайтын, ажырасу дегенді ар санайтын. Қазіргі кезде өкінішке орай бірінші ұрыс керістен-ақ екі жас ажырасуға асығып тұрады. Не үшін? Жаным тәрбиеден. Міне жаңа мен айттым ғой, менің ауылымда анау көшенің басынан, ол кезде енді атың да анау нелеріңде мынандай мәшинеде жоқ қой. Ешек арба мен бе, ат ешек мен бе, мініп келе жатқан ер адам келе жатқанда, ана келін шыққан кезде анау көшенің басында келе жатқан ер адамның алдын кесіп өтпейді. Алап келіп өткеннен кейін барып, енді суға күлмә төкесің ғой бір нәрсе. Бүгінгі ондай жоқ қой. Ол сол тәрбиеден. Міне жаңа қыздарыңызда айтып жатсын, ондай сөзді біз естіген адам емес едік. Мен кейін кезде ғой мына бір анадан сондай сөздерді айтып сөйтіп жатыр. Соның барлығы тәрбиеден. Тәрбиеден, сол үшін бүгінгі таңда мena отбасындағы тәрбиені мықты болу керек. Отбасының талап болу керек. Біз жауапкершілік жоқ яғни. Талап болмағаннан кейін ешкімде ненің жауапкершілік болмайды. Құдай сақтасын, қазақта мындай ненің жетімді жылатпаған, жесірінің қаңғытпаған еш уақытта. Бүгінгі таңда жоқ жерден 5-6 баласын несінің жылатып еңіретіп тұрған. Тіпті мен қазіргі білмеймін, бұл ата-аналардың қайдан қарайды. Күнде кешке телевизордан көргенде терезеден бала құлап жатады. Жаным, сен қайда қарап жатырсың? Бұл бала деген не ма, ойыншық па? Неге сен терезеңді, неге сол балаға қарамайсың? Сен дүниеге алып келгеннен кейін ешмаса обалың келмей ме? Құдай адам, дені түзу адам, тірі жанды ненің құмырсқаны өлтіруге қорқасың ғой кейде. Бұлар өз перзентіне өздері сондай қарамайды. Білем, адам қазақ енді жазмыштан озмыш жоқ дейді. Адамды өзгертуге болады екен. Тәрбие арқылы. Өзіңнің Абайдың да несі бар ғой. Адам дүниеге адам болып келгеннен кейін адам болып қалу керек. Сол адам болып қалудың ең негізгі тірегі сіздің сол неңіз, тәрбиеңіз. Ал енді тәрбие баяғыда да мақалада жазған. Білім әлемдік болу керек, тәрбие ұлттық болу керек. Осының бәрі тәрбиенің жоқтығынан, өзіміздің бұрынғы ата бабамыздан келе жатқан әдетімізді, ғұрпымызды сақтағанымыздан. Жаным, менің енді Мұрат дейтін бір жігіт айтып еді, ата дәстүр деген тек қазақта ғана, жаным. Ата дәстүр. Ал ата дәстүр топ құрайды. Ал мына ненің салт дәстүр ұлт топтастырады, ұлт құрайды. Әрбір ұлттың өзінің салты бар, әдеті бар, ғұрпы бар. Біздің қазақтың да әдеті де, ғұрпы да, салты бар. Бірақ қазақтың ата дәстүрі ешкімде жоқ. Жеті атасын жетік білген қазақ басқа ұлтта бар ма осындай? Міне қазақтың басқадан ерекшелігінің өзгешелігі. Қаны да жәні де таза дейтініміз, өзінің жеті атасын жетік білетін, қаны да жәні де таза осы қазақ қана. Қазақ сол жеті атасынан кейін қызға үйленбей жүрген. Неге бұрын біз соның бәрін сақтап келдік те, ендігі келіп анандай ажырасуымыз. Қазір қандай 7-8 баласымен ажыратып жылатып кетіп жатыр. Бұл кезде мен тіпті үйінен қуып шығатындар. Міне көрдіңіз ба? Енді сол о заманда бұ заман болған ба? Бүгінде жаңағы өзіңіз айтқандай, жоқ кет деп ананы қуады. Кет деп итке ғана айтады біріншіден. Бұның барлығы неден болып жатыр? Түсініспей жатыр.
түсіністік болу керек, сыйластық болу керек. Әйел адамдар да кішкене басым болу керек. Өзін өзі кішкене ана айқай шыққан кезде кейбір ақылды әйелдер сондай болып жатыр жаным. Ана айқай шыққан кезде үндемейді, ана ненің алыспайды күйеуіменен. Тыныш тұрады да кейін басылы. Содан кейін қазақ еш уақытта бала шағасының көзінше әйелмен ер адам мен сөйлеспеген. Ой, ұрыспаған. Басқа уақытта енді үй болғасына саяқ сылдырлайды емес, сылдырлайды. Бірақ дегенмен баланың көзі. Бала деген нәрсе де сіздің айтқаныңызды істемейді, бірақ сіздің істегеніңізді істейді. Сол үшін баласының көзінде сондай бірлікте ынтымақта болған, сол үшін баласында да тәрбиесі жақсы болған. Жақсы, рахмет, әдемі сұхбат болып жатыр. Жалпы айтып отырсыз, барлық бастама тілді білуде, баланы тәрбиеде бәрі тәрбиеден басталады, отбасынан басталады. Отбасынан. Ал осы қазір тек қана адамға кесірім тимесе болды деп, қазір біз осы табиғатты да қоршаған ортаны да бөлдіріп, оларға қатты зиян келтіріп жатқан жоқпыз ба? Қоқысты тастаймыз. Өте жақсы сұрағыңыз. Біздің қазақ табиғатқа етене жақын болған жаным. Сол үшін де қазақтың мына жерді айтады ғой, жердің өзінде тірі кезіңде сіздің табан тірек төріңіз дейді. Өлгенде көсіліп жатар жеріңіз дейді. Жер табиғатын да бәрін қадірлеп қастерлеген. Мысалы, көктемде жаз жайлауға шыққан, қыстауға келген. Соның өзі табиғатты қадірлеп қастерлегендігі. Қазақ кейде ана жаңадан көк шөп шыққан жерді баспайтын, қадірлеп қастерлейтін, ол да не деп. Ал бүгінде үйтпейді ғой. Мысалы қазіргі Қазақстандағы таза Қазақстан деген көтерген бастама өте жақсы бастама. Бірақ сол бастаманы барлығымыз бірдей өз дәрежесінде неғып жатқан жоқпыз. Мына қараңызшы, ағашты кейде көк шөпті, кейде ағаштың өзіміз қиратып, сөйтіп кететін жайымыз бар. Мына не болса соны тастай саламыз. Мен осы көшеде ненің кетіп бара жатқандарында ненің тастай салады. Неге бұл бір-екі адамның қолынан келмейді самат? Бір тал кессек, 10 тал ек деген ұғымда жоқ қой қазір. Қоғам болуымыз керек. Қоғам болуымыз керек. Басталған нәрселер көп. Біздер соны несіне жеткізе алмаймыз жаным. Насихат үгітіміз жоқ. Мысалы, бүгін енді өздеріңіз жиналып осындай бас қосып, ой бөлісіп жатырсыздар. Тәуелсіздіктің алғашқы жылында да қандай керемет дөңгелек үстелдер өткізді. Тіл туралы, осындай дау-дамайлар туралы. Ең ақыры біздің ана қазақтың оралман дегеннің бір сағат таласқанбыз. Оралман емес, ол қандас екен. Енді ғана соған келіп отырмыз. Неге бүгінгі таңда қазақтың өзінің не жасасақ та саналы түрде жасауымыз керек. Саналы түрде жасамай жатырмыз. Қазақтың өзі баяғыда айтты ғой, қора толған қой бер, бесік толған бала бер, ол балаға сана бер, сана бермесең ала бер. Сондықтан саналы қазақтың өзінің бойындағы, тұла бойындағы адами асыл қасиетті бүгінгі баланың бойына сіңдіруіміз керек те, еңбекке баулуымыз керек. Осындай табиғатты аяла. Бұл сенің елің, сенің жерің. Сенің кейінгі бізде қазіргі тәрбиеде баланың бойына патриоттық сезімді, ұрықты еңдіре алмай жатырмыз ғой. Патриоттық сезім бол. Мына ел менің елім, мына жер менің жерім, мына қала менің қалам деген балаға сондай тәрбие. Мына ел сенікі болғаннан кейін сен мына отырған жеріңді таза ұста. Үнен кейін біздегі қазіргі бір дастарханның басына жиналып отырмаймыз ғой. Баяғыда бір табақтан қолымызды салып бәріміз жегенбіз, бірімізбен үндескенбіз, жақын болғанбыз. Қазір бір етаж үйді салады да, содан кейін ана бала көршісімен араласпайды ғой. Отырмайсың, бір дастарханда отырып сөйлеспейсің. Оны менің өзімнің жүрген жерімде соның бәрін айтамын. Сол үшін біз ана дастархан басында әке шешеміздің, үлкендердің сөзін тыңдап сөйтіп өскенбіз. Сөз құдірет жаным. Сөз құдірет. Дүниедегі ең құдіретті нәрсе ол тіл кие. Ал сөз құдірет. Ғана кімнің ақындардың сөзінде де бар. Сократтың керемет сөзі бар. Дүниедегі ең сұлу ол сөз. Ең қасиетті нәрсе адамгершілік пен имандылық. Ең сұрқия нәрсе көре алмаушылық. Менің қазағымда көре алмаушылық болмаған. Көре алмаушылық болса осыншама ұлтты бауырына салмас еді, қанатының астына алмас еді. Дархан даласындай сөйтіп те мақтанып айтам. Дархандығы даласынан дарыған
тектілікке бабасынан жарған. Сол бабасының тектілігін ұстамай тұр ғой бүгінде қазағым. Енді не қылатын шығар дейтін, бірақ енді бұрынғыға қарағанда кішкене неміз бар. Дегенмен жаным, бірлік болу керек. Бірлік болмаған кезде тірлік бітпейді. Бірлік тілде болу керек. Бірлік ділде болу керек. Бірлік дінде болу керек. Сонда ғана біз рухты боламыз. Көп рахмет. Ал енді бүгін сіз соңғы сұрақтардың бірі болсын. Бүгін сіз осы жаңағы айтқандай табиғатты қорғап жүрген Жасылдар партиясының өкілдерімен арнайы кездесуге келдіңіз. Қандай ой түйдіңіз? Қандай пікір қалыптасты өзіңізде? Мен енді бұл партияның алғаш құрылған күннен ақ білем. Басшысының сөйлеуі де, саптауы да, сөз саптауы да барлығы жақсы. Ол бостан босқа сол Жасылдар партиясы осы табиғатты қорғайық деп босқа бастамаған. Оның жан дүниесінде бір нәрсе бар болғаннан кейін дүниеде адамда білімнің өзі екі түрлі болады, Самат. Екі түрлі, біреуі құлақ арқылы енеді, екіншісі жүрек арқылы. Құлақтағы білім ол құлақтан енген білім менен ол жай сөзбенен енеді, ал енді жүректегі білім ол ниетпенен, ықыласпенен енеді. Сондықтан енді мына Жасылдар партиясының байтақтың шын мәніндегі жүрек арқылы келген бұларға. Сондықтан сол жүрек арқылы қоғамға өзінің пайдасын тигізіп, шын ауамыз жақсы болса, ауаменен дұрыстап, таза ауамен тыныстансақ, жүрген жеріміздің бәрі жақсы болса, көкорай шалғынды бәйшешек болып тұрса, біз де сол сияқты гүлденеміз, түрленеміз деген. Ал дәл осылардың қоғамды да, елді де түрлендіріп, гүлдендіру алдарына деген мақсат қойған. Сол мақсаттарына жетсін. Мен енді бірінші күннен араласып, сөйтіп жүрген адаммын. Енді бүгінгі жиындағы. Бірақ бұндай нәрселер ой бөлісу, бірін-бірімізге айтып, бірін-бірімізге жетіспей жатқанымызды жетілдіре біліп толықтыру сондай болу керек. Көп рахмет. Асыл ханым, осы уақытыңызды бөліп, азын-аулақ сұхбат беріп, ой түбінде жатқан сөздеріңізді бөліскеніңізге көп алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта осы қалпыңыздан таймаңыз, тілдің жанашыры болып, намыстың көк туын желбіретіп жүре беріңіз. Жүз жасаңыз дейміз. Рахмет. Бала-шағаңыздың, ұрпақтарыңыздың қызын көріп. Елім аман болсын, тұтас болсын байтақ қазақ даласы, аман болсын әрбір адам баласы, тыныш болсын өмір сүрген заманымыз, құтты болсын, сәтті болсын. Мына сіздердің қадамдарыңыз деп соны айтамын. Көп рахмет. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі Асылы Осман апамызбен әдемі сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Келесі аман сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мемлекеттік тіліміздің тұғыры биік болсын. Сау болыңыздар.